балалар, құрметті ата-аналар, сіздерді 1 маусым балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Еліміздің ертеңі деп үміт артып отырған жас ұрпақ, жас буын, кішкентай бүлдіршіндеріміз аман болсын. Жүздерінен күлкі, көңілдері шаттыққа толы болып, алдағы жазғы демалысты жақсы өткізсін. Біз бақытты баламыз, ақылдымыз, данамыз, ертеңгі күні еліміздің батырлары боламыз деп, Жүсіп пен Айша бақытты боламыз деп өздерінің өлеңдерін сіздерге арнайды. Құмнан қамал тұрғызып, суда шомылып ойнаймыз, демалыста қыдырып, әлемдерді шарлаймыз. Ең бірінші бақытым, осы дүниеге келгенім, одан кейінгі бақытым, ата-анам, әулетім, бақыттардың бақыты, туған елім, отаным, арайлы таңның атқаны, аспанда күннің шыққаны, осының бәрі мен үшін бар бақытым аңсаған. Мен Абай атамның өлеңдерін жақсы көремін. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан.